Қайдасың? Сенсіз санауың бар. Айта ғой балапан. Арақай. Жесем қызы болды. Қайсың балам? Тағасы енді болып жатырмыз. Енді өзің осы ауылдың қолынан өнер тамған ұстаз екеніңді білесің. Енді деген бесік дайындасаң жиенімізге арнап мен бесік жасау дайындаймын. Я, дұрыс айтасың бәйбіше. Олай болса бірінші дастарханның батасын берейік. Дастарханнан дәм жүктесін, көңілдерімен сәнгеттесін, ұрпақ ұлы саман болып өмір. Әке, мен де бата бер. Асына. Бақыт қонсын басына. Жүреміз тыныш болсын деп, бата бере асыға. Жарайсың балам. Ұлым, мынау бесіктің бір бөлігі бөген деп аталады. Бұл бөгенді безендіру үшін арнайы осы қошқар мүйізді суретті қиып дайындап қойдым. Бұл суретті енді осы бөгенге өзің бастырып маған көмектес. Кел, Ислам. Мына ою өрнекті үстінен бастырым, сосын бірге екеуміз бояймыз. Ұстап тұрам, өзің бастыр. Өзі 9 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі арқалық деп айтылады, немесе белағаш деп те айтылады халық арасында. Содан кейінгі бөліктері бөген деп аталады. Екі жағындағы осы бөген деп ұстап тұратын, осы екеуі бөген болып айтылады. Содан кейінгісі екі жақтау ағашы нәрестені құлап кетпеуден сақтап қалады. Содан кейінгісі тақтайша осы сәби осы жерге жатады. Содан кейін бесіктің ең соңғы аяғы ол жорға деп аталады. Бесігімізде дайын болып қалды. Анаң жасауын дайындап қойған шығар. Жүр, анаң апарайық бесікті. Бәйбіше, мына бесігіміз дайын болып қалды. Сен өзің жасауын дайын болса? Ел болам дейсің, бесігімде түзеліп бекер, атамның қазақ бекер айтпаған. Енді осы бесікке жатқан бала сабырлы болады, мінезі көркем болады. Ал баланың ер жетіп, аман есен өсіп кетсін. Менің әкем жебер. Менің анам өнері. Мен еңбек қорлы барамын. Менің әкем сияқты ұста боламын.